Сәлеметсіздер ма? Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы-техникалық колледжінің жерге орналастыру мамандығының арнайы пән оқытушысы Баймұқашева Наиля Сериковнамын. Бүгінгі өткізілейін деп отырған сабағымыз геодезияда жаңа ақпараттық технология пәні бойынша жерге орналастыру мамандығының 3-ші курс студенттеріне арналған сызбадағы жазбалар, шартты белгілер, кестелерді шығару тәжірибелік сабағы. Сабағымыздың мақсаты план және шартты белгілер ұғымын түсіндіру, пландарды құрастыруда пайдаланатын шартты белгілерді қолданып, жергілікті жердің қарапайым пландарын оқу. Кредо зем план жүйесінің интерфейсіндегі шартты белгілермен танысу. Жалпы біз маман ретінде осы шартты белгілерді оқығанда міндетті түрде екі тілде меңгеруіміз қажет. Яғни, шартты белгілер условные знаки. Жергілікті жердің планы план местности. Ұғым понятие. Масштабты масштабные. Түсіндірмелі пояснительные. Сызықтық линейные. Ажырата алу различать. Жер бедері рельеф. Биік нүктесі высшая точка. Жалпақ тегіс ровный плоский. Арақашықтық расстояние жер қыртысы земная кора деп аударылады екен. План дегеніміз біз бұрынғы сабақтардан әрине білеміз, дегенмен қайталап кетейік. Жер бетінің қағазға кішірейтіліп түсірілген нұсқасын план деп атайды. Латынша планус жалпақ тегіс деген мағына береді. Планға қарап жер бетінің жалпы сипатын, ондағы заттардың орнын, бір-бірінен арақашықтығын дәл анықтауға болады. Мына суретте жергілікті жердің планы, топографиялық планы көрсетілген. Шартты белгілер дегеніміз не? Оны да білеміз. Жер беті бедерін топографиялық карталар мен пландарға түсіруде қолданылатын жергілікті заттарды шартты белгілер деп атайды. Мына жерде топографиялық план көрсетілген және онда орналасқан шартты белгілер көрсеткен. Тегіс картада бедердің барлық әркелкілігін көрсету үшін нүктеден бірдей биіктікпен біріктіретін горизонтал сызықтарды пайдаланады. Топографиялық белгілер. Жергілікті заттардың топографиялық карталардағы шартты белгілері. Жергілікті заттардың шартты белгілері карталарда стандарт бойынша болады. Олар масштабтық, масштабтан тыс және түсіндірмелі болып, 3 топқа бөлінеді. Мына суретте шартты белгілер көрсетілген. Яғни біз ауыл шаруашылығы маманы ретінде көбінесе осы шабындықтармен, жайылымдармен, жолдармен жұмыс жасаймыз карталарда. Осылардың шартты белгісі мына суретте анық көрсетілген. Шартты белгілердің масштабты және масштабты емес шартты белгілер түрлерін осы жерден де анық көруге болады. Шартты белгілер мына кестеде масштабты, масштабтан тыс, сызықтық және түсіндірмелі болып 4 түрге бөлінетінін мына кестеде анық көрсеткен. Яғни, масштабты шартты белгілер міндетті түрде масштабы қатаң сақталу керек. Оған шабындықтар, егістіктер, жайылымдар кіруі мүмкін. Олардың шекараларының масштабы карта масштабына сәйкес орналасу қажет. Масштабтан тыс мынандай белгі түрінде көрсетіледі. Яғни, ол жерде диірменнің көлемі қажет емес. Диірменнің өзінің шартты белгісін ғана қояды, немесе құдықтың. Сызықты шартты белгілерде сызықтар түрінде көрсетіледі. Жолдар, линиялық сызықтар, трубалар, осылардың жүргізілген бәрі сызықтық шартты белгілер арқылы көрсетіледі. Түсіндірмелі шартты белгілер деген бар. Олар ормандарда көбінесе және теңіздер мен өзендердің ендерінің ұзындықтарын көрсету үшін қасына мынандай сан түрінде жазып қою болса, бұндай шартты белгілерді түсіндірмелі шартты белгілер деп атайды. Мына кестеде анық көрсетілген.
Сызықтық шартты белгілер мына суретте жақсы көрсетілген. Енді сіздерге мынандай тапсырмаларды ұсынғым келіп отыр. Жеке жұмыс ретінде өздеріңіздің дәптерлеріңізге шартты белгіні салып, өздеріңіз білетін, сол шартты белгінің қай шартты белгіге жататынын және атауын жазып қойсаңыздар. Не болмаса аула маңындағы өздеріңіздің үйлеріңіздің планын сызып, оның шартты белгілерін жасап қоюға болады. Топографиялық шартты белгілерді қолдана отырып, тағы бір жұмыс. Бір-біріңізге хат жазып көріңіздер, қысқаша ғана. Ол топографиялық хат жазу үлгісі мына екі суретте нақты көрсетілген. Осы екі суретті қарай отырып, сіздер өзіңіз қысқаша әңгіме дайындауыңызға болады. Осы тапсырмаларды Платонус бағдарламасына ілемін. Сол Платонус бағдарламасына тапсырма ретінде жауап жазуыңызды ұсынамын. Жер қыртысының карта пландарда бейнеленуі мынандай түрлер түрінде болады. Яғни жергілікті жердің планы, топографиялық карта, аэротүсіріс карталары, ғарыштық суреттер арқылы. План бетіндегі шартты белгілерді анықтап, мына суретте көріп отырғаныңыздай жазыңыздар. Қандай шартты белгілерді көріп отырсыздар? Екінші, жер бедерінің биіктігін, ең биік нүктесін анықтаңыздар. Мұнда горизонтал сызық арқылы биіктіктер де көрсетілген. Картаның планы 1,25 мың. План және карта туралы мәліметті мына YouTube каналының ссылкасы арқылы алуға болады. Назарларыңызға көп рахмет.